яғни шариғи жолмен емдейтін адам ба әлде алаяқ па деген сияқты. Сол үшін мамандар оның белгілерін айтып кеткен. Яғни біз осыны әр адам оны білу керек. Біріншіден, олардың Құран оқытқаны таңғалуын қажет жоқ. Өйткені қазір сондай бір өзін жасыру мақсатында тіпті Құранды оқи береді. Тіпті Құранды оқи береді. Ақсақал да қою мүмкін деген сияқты, ақсақал болуы мүмкін, тіпті бөлмесі кітаптар толып кетуі мүмкін деген сияқты арабша. Бірақ оған алданбау керек. Яғни мынандай нәрселерге қарау керек. Біріншісі, бұл дауыстап оқып отыр ма жоқ па? Негізі жындармен, яғни осы емге сихырды араластырып емдейтін, яғни жындар арқылы емдейтін адамдар, олар көбінесе андай адамдарға көрсету үшін, мысалы Фатиханы дауыстап оқып қою мүмкін, ары қарай іштей бірдеңе оқу мүмкін. Сол үшін мамандар айтады, ұстаздарымыз айтатын, іштей бірдеңе оқылып жатыр ма, бұл адам түсіну керек, күмән бар екенін. Өйткені руқия деген нәрсе, ол жалпы дауыстап оқылу керек, қатты дауыс шығарып тұрып оқылу керек та. Екіншісі, олар андай қағаздарға бір түсініксіз бір нәрсе жазады. Яғни шафранмен емес, былай жалпы қаламмен бірдеңе жазып қояды да, сосын сояққа арабша түсініксіз қылып жазады, сосын сол жерге бір арабша сандар жазады. Бұл да негізі сихардың белгілері. Сосын талисман деген сияқты, яғни тұмар, осыны сен салып жүр, немесе көліңе салып қой деген сияқты, қорғайды деген сияқты, осы нәрселерді істейді. Негізі бұның барлығы жалпы сихардың әсер ету үшін істенеді. Енді негізі андай орысша айтқанда белая магия, черная магия дегендер бар. Мысалы, қара сихар деген черная магия негізгі мақсаты ажырату, өлтіру деген мақсатта істенеді. Белая магия жол ашу, адамдардың жолын ашып беру, көзді кептіру, жарастыру деген сияқты істенеді. Бірақ сонда да ол шариғи түрде ол харам. Өйткені ол жерде оның барлығын істеп жатқан негізі жындар. Ал жердегі сол жындарға жүгінеді ғой негізі. Өйткені жындардың көмегіне жүгінеді. Өйткені жындар өздеріне қарату үшін, яғни адамдарға былай айтқанша доверияға кіру үшін барлық нәрсені істеуге дайын. Тіпті сихар тауып беруге де дайын. Бірақ уақыт өткеннен кейін, біраз жылдан кейін өзінің ісін көрсетеді олар. Сол үшін бұл харам. Ол тіпті жақсы мақсатта істенсе де оны істеуге болмайды. Және мысалы андай жағдайлар болатын. Кейбір адамдар мысалы басында айтып кеткендей, машинаға отырады да қорқыныш болады, түсініксіз. Машина айдалмайтын болып қалады, айнадан біреуді көріп жатқан сияқты. Сөйтсем астында осындай жазулар шығады. Машинаның ішін ақтарып қараған кезде осындай жазулар шығады. Яғни бірдеңе бар ол жерде. Сол сихар әсер етіп тұрғанына бір несі бар, зат бар. Сол осы нәрселерді істеу керек та. Енді айтып кетейін дегенім, белгілері, яғни алаяқтардың жалпы шариғи жолмен емес емдеп жатқан адамдардың негізі белгілері іштей оқиды, немесе Құран бәрін дауыстап оқиды, бірақ қате көп болады. Бір аяттарды тастап кетеді, мысалы, немесе орындарын ауыстырып жібереді. Жазғаны да сондай. Тіпті қағаздар жазып береді, қағазда қарасаң бәрі таза. Жын сүресін жазып беру мүмкін, немесе Фалақ Насты жазып беру мүмкін, ешқандай қате жоқ. Бірақ сыртында Асхабул Кахф бар ғой, яғни жеті бала бір ит деген бар ғой, Асхабул Кахф, яғни солардың аттарын жазады. Барнуш, Қитмир деген есімдер бар. Солар жазып қояды. Солардың аттарын жазады да, бұл да сихар негізі. Кейбір көп адамдар білмейді ғой, барып көрсетеді, имамдар тексереді, қатесіз жазылған дейді. Бірақ ана жазулар түсініксіз, ана аттар, бұл да сихардың түрі да. Сосын тағы бір олардың белгілері, олардың оқып жатқан, дем салып жатқан бөлмесінде андай қуыршақ сияқты заттар болуы мүмкін, немесе сурет болуы мүмкін. Яғни сол жерге періште кірмеу үшін істелінеді. Сондай. Сосын олар сен айтпаған, ешкім білмейтін нәрсені айтып қояды саған. Мен білем сенде не болып жатқанын. Мен сен кірмей тұрып білген едім деген сияқты. Атымда немесе өмірінде болып жатқан нәрсені айтып қоюы мүмкін. Мысалы, шариғи жолмен емдеп жатқан адам ол тәжірибеге сүйеніп айтады. Сенде осындай нәрселер бола ма, ана таң қалады. Болады, қайдан білдіңіз? Енді ол осындай болады ғой, ауыратқан адам өйстіп ауырады, сол үшін сөйтіп білдік деген сияқты тәжірибемен біледі. Ал бұл кісілер, яғни оларға жындар айтады. Сөйлеместен бұрын олдағы болған нәрселерді немесе өмірінде өткен белгілі бір оқиғаларды оған айтумен былайша айтқан кезде өзіне сендіреді ғой. Сөйтіп адамдар сеніп қалады. Осы айта кететін болсақ тағы да, Алла Тағала